Армысыздар, ойын өзгертіп, өмірін өзгерткісі келеді менің тұрақты көрермендерім. Осы біздің подкасттың шығуына, осындай форматта подкаст жасауымызға, мінекей осы кітапты оқыған, біздің сабаққа қатысқан қаншама мыңдаған қыз келіншектердің сұрауымен жасалып отыр. Себебі қоғамдағы ең ауқымды деген тақырыптарды осы біздің сабақтарға қатысқан қыз келіншектердің арасында түрлі тағдыр бар. Солардың ішінде ең көп кездескен тақырыптар бойынша біз жаңа форматта подкаст жасап жүрміз. Төменде міндетті түрде пікірлеріңізді жазып, қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, айтыңыздар, жазыңыздар, бөлісіңіздер. Сонымен қатар бүгінгі таңда мінекей біз 1 миллион адамның, 1 миллион қазақ оқырманның өмірінің өзгеруіне себепкер боламыз деген ниетте қазір жұмыс жасап жатырмыз. Сол ниетімізге жету мақсатында өте құнды, сапалы, керемет, нәтиже беретін сабақтарымызды тегін берудеміз. Оның шарты мінекей қолымда тұрған ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт. Одан кейін барып өмірдің мәні, сосын жақсы сөз жарым ырыс, ішінде 777 аффирмациясы бар осы кітап, және де 90 күнге арналған арман мақсат жазатын жеңімпаз күнделігі. Міне осы 4 кітабымызды сатып алған кісілерге біз өте керемет сабақтарымызды тегін сыйлыққа береміз. Ал енді толық ақпаратты алу үшін, сабаққа қатысу үшін, кітаптарды сатып алу үшін, және ол қандай сабақтар екенін білу үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер. Біздің қыз жігіттер сіздерге толық ақпаратты беретін болады. Ендеше кеттік, достар. Бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы жалпы қараңыздар. Қалай 40 жаста қазақ әйеліне жаңа өмір бастауға болады деген сұрақ. Бұл сұрақты алған себебіміз мінекей біздің қасымызда отырған қыз келіншектердің жастары көбінесе 35 плюс-минус ары қарай кете береді екен, шынымды айтсам, осы Рамазан айында бізде 75-те, қателеспесем, да 70-те ме? Жоқ, 70-те. 70-тегі апай қатысқан біздің сабаққа осы 4 кітапты алып, енді ең кішкентайлары 18 жастағы біздің өзіміздің балалардың құрдасы, одан кейін үлкендеріміз 75 жаста. Ал енді осы 40 жаста деп тақырыпты алғанменен жалпы қалай өмірімізді өзгертуге болады, осы сұраққа жауап берейікші. Мен маған қандай хат жазса да, маған қандай сұрақ қойса да, енді әркімде әртүрлі өмір болғандықтан мынандай хаттар алып жатам. Неше түрлі, оның ішінде ұрыс, керіс, үтір нүктесіне дейін қалмай сұрақ қойылып жатады. Маған бүкіл өмір баянын жеткізіп жатады, жазып ашық кәдімгідей айтып жатады. Енді менен толық жауап алғысы келеді. Соның ішінде, достар, менің айтатыным барлық хатты, 1 беттік болсын, 2 беттік болсын, қандай хатты оқысам да менің беретін жалғыз жауабым бар. Ол не? Ол өзің өзгер деген жауап. Сен өзің өзгерген кезде ғана бүкіл нәрсе өзгереді. Енді бұл өзің өзгер деген тақырып өте ауқымды тақырып. Және менің осы кітапты оқып, яда біздің сабаққа қатысқан кісілер біледі, дүниеде ең қиын нәрсе бұл өзіңді өзгерту, яғни өзіңді жеңу. Ал енді өзіңді жеңген екенсің, бүкіл қалаған дүниеге қол жеткізесің. Сен өзгергенде сенің маңайыңдағы адам да өзгереді, сондай-ақ қаншама жыл алысып келген күйеуің де өзгереді. Қала берсе ата енең, бала шағаң, бүкіл қоғам, жалпы әлем саған қарап өзгеретін болады. Оған дәлел менің өзімнің өмірім. Енді мен жалпы өзім, маған келетін сұрақтың бірі, сіз қанша жасыңызда өзгерісті бастадыңыз, психологияға келдіңіз дейді. Мен өзім жалпы 33 жасымда келіппін. Ол кезде 3 бала бар, біреусі емізулі ғой. Психология деген мен үшін мүлдем жат нәрсе болатын. Өмірімде психологияны ойлап, оқып, естіп, тыңдап, жасап, бір нәрсе істеп көрмеген адаммын. Сонда қарап отырса тығырыққа тірелдім, қарыз бар,
араларыңызда отырған адамдарда қарыз бар. Енді ол бір 40 миллиондай қарыз бар ол кезде. Оның жартысынан көбі кредит, былайша айтқанда, иә. Одан қала берсе жалғызсың, иә, бөпең бар, шеттей бала-шаға мектепке барады, ақша жоқ, табыс жоқ. Бұл бар ма сіздерде? Бар, иә. Бүкіл әлем саған теріс қарап кеткендей болады. Бар ма? Бар. Самооценка деген не екенін білмейсің. Далаға шығуға вообще бетің жоқ сияқты жатасың. Бар ма? Бұл араларыңызда біреулерде бар. Одан кейін не істеріңді білмейсің, иә. Мен кейде енді жалғыз бір не көретін, білмеймін, қай күні мен өліп қаламыз ба или не боламыз деген сұрақ келетін да. Бұл қалай, қайда бара жатыр, не болып жатыр? Енді бітті ғой, баратын жер жоқ деген сияқты, бәрі бітіп тұрғандай болатын. Енді ол тығырық барлықтарыңызда бар. Сосын бізде, білмеймін, сіздерде болды ма, болмады ма, бізде мынандай болатын, менде өзімде таңға дейін ұйықтамаймын, таң намаздан кейін ұйықтаймын. Сосын көзімді ашып сағат бір 12-1-де тұрам да, балалар сабақтан келетін уақытқа қарай. Сонда ойлаймын, бүгін нанды қай дүкеннен қарызға аламын деген. Менің проблемам сол кезде ойлайтын сол болатын. Яғни аш адамның проблемасы не дейді? Нан тойып тамақ жеу екен. Сол кезде менікі сондай болатын. Қарыз, анау, мынау бәрін былай ысырып қойып қойдым. Отбасылық проблема бәрін бүйтіп қойып қойғанда. Енді тізе берсек жетеді, былайша айтқанда бүкіл депрессия дегенді терезенің бәрін, есіктің бәрін ашып, сол кіргізіп алып, былайша айтқанда сөйтіп, солармен дос болып, төсекке дейін кіргізіп, құшақтасып, жылап, сықтап, сол депрессиямен подружка болып отырған кезім екен да. Аллаға шүкір, Құдай ешкімді бұл өмірге өлсін, тығырыққа тіреліп бітсін демейді екен. Ол баршамызға не дейді? Тығырыққа тіреп, жаңа өмір баста деген белгі екен. Мен содан білем. Енді достар, кез келген адам тығырыққа тіреліп тұрған кезде, енді қазір өте қоғамдағы көп нәрсе бұл ақша ғой, барлық адамның проблемасы ақша болып тұр да. Сонда біз былай қателесеміз. Егер көп ақша тапсам, иә, бүгінгі бүкіл проблемамды шешер едім дегенде, ол күйеумен ұрысты да шешіп тастаймын деп ойлайды. Ол ата-анамен ұрысты да шешіп тастаймын деп ойлайды. Ол баламен қарым-қатынасты шешіп тастаймын деп ойлайды. Барлық нәрсені шешемін деп ойлайды да, егер ақшам көп болса дейді. Жаңағы айтқанымдай, аш адамның не проблемасы? Нан болады. Нанды ойлайсың да, тамақты ойлайсың. Сол сияқты көптеген адам қарызға батып тұрғанда бүкіл проблеманы соған әкеп тіреп қояды. Содан бір құтылып кетсе, бәрі өмірі керемет бақытты болып кететіндей болады да. Жоқ, олай емес екен достар. Айтып тұрмын ғой, неше қандай депрессия бар, соның барлығы бүйтіп мені қоршап отырған. Мен есік терезені ашып тұрып үйге кіргізіп алғам ғой. Болды, содан кейін жауып қойғанда ешкімді кіргізбей сол депрессиямен дос болып отырғам. Сол кезде әйтеуір өзі есік терезені жауып қойсақ та телефоннан маған бір белгі келеді ғой, өзгер дегенше. Сонда достар, Алла тағала бізге мен басқа таңдау жоқ болды ғой деген нәрсеге сенбеймін. Өйткені Алла тағала саған тек қана бір-ақ жол бермейді. Вот, сен осы жолмен ғана жүруің керек, сонда ғана бүйтесің деген нәрсе жоқ. Басқа выходың жоқ сенің деген әңгіме жоқ достар. Бізде бірнеше жол тұрады. Таңдау еркі өзімізде болады. Мысалға, енді білмеймін, қазір әрқайсыңызда әртүрлі проблема. Мен өзімнің сол кездегі депрессияларымны тізіп айтып кеттім, айтпағанымда жеткілікті. Сол кезде, сол күйде тұрып, менің өзімде бірнеше таңдау жолы тұрды. Ол не? Менің 3 бірдей бауырым бар. Соларға айтып, ойбой, мен деген 3 баламен жалғыз отырмын, аш отырмын десең, өлтірмейді. Әрқайсысы 50 мыңнан болсын, маған ай сайын жіберіп, әйтеуір тамағым бар, бүйтіп отырасың, мойындарына аяғың салбыратып мініп алып, иә. Классикалық, бұл кәдімгі бәрі үйренген, білетін, таныс өмір. Өте көп деген бір 100-ден алып қарайтын болсақ, 30% қыз-келіншектердің өмір сүріп жатқан жағдайы, бауырлары бағып жатыр да. Екінші бір таңдау тұрды, енді ол баланы туғызған адам бар ғой, ол адамға да шантаж жасап, ұрыс шығарып, ойбайлап, байбайлап, баласын ортаға манипуляция жасап, сөйтіп отырып не істейсің? Тоже жаңағыдай әйтеуір керек тамағыңды, керек ақшаңды бүйтіп жұлып берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан деп өмір сүруге болады. Бұл да өте көптеген 100-ден алып қарасаң 50% қыз-келіншектердің өмір сүріп кеткен жағдайы, әкелермен алысып, осы балаларымен қорқытып деген сияқты.
Бұл бар еді, екінші жол. Үшінші жол не енді? Әйтеуір шатты бұтты бұрын жасаған саудамыз бар, бір нәрсе қарыз қалып, қарызға кіріп, бір нәрсе сауда жасап, нанымыз тауып, алдыңда түк мақсат жоқ, әйтеуір нан тапқаныңа мәз болып өмір сүруге де болатын. Бұл да кәдімгі қоғамдағы 100%-тен алып қарасаң 70-80% қыз келіншектің жасап келатқан өмір сүру қағидасы. Немесе өте бір бай жігіттерді, бай ер азаматтарды, сондайларды бір аңдып, сондай жолды таңдап кетіп, әйтеуір аш қалмаудың өйтіп те күн көруге болатын еді. Болмаса бүгінгі таңда сетевой деген дүние бар, әйтеуір сол жаққа барып кіріп те табыс тауып өмір сүруге болатын еді. Тағы не дейміз? Болмаса жалдамалы жұмысқа кіріп айлық алып өйтіп те өмір сүруге болатын еді. Тізе берсек өте көп, яғни қандай жағдайға тіреліп тұрсаң да, сенің алдыңда бірнеше таңдау жолы бар. Шығатын таңдау жолы бар. Сол тірелген тығырықтан шығатын бірнеше жол тұрады. Және сол тізіп отырған классикалық, елдің бәріне таныс жол, елдің бәрі бірдей өмір сүріп келе жатқан жолдан бөлек, менде белгісіз, ешқашан ешкім айтпаған, жол көрсетпеген, кәдімгі бір жұмбақ бір таңдау тұрды. Ол өзім өзгер деген таңдау тұрды. Ол жерде салынған дара жол жоқ, ол жолды өзім салуым керек болды, өзім үшін. Мүлдем бейтаныс, маңайымда бірде-бір адам үйтіп жасаған көрген емеспін соңғы 33 жылында сол кезде. Сондай жол тұрды. Мүлдем миыма сыймайтын, мүлдем естімеген, түсінбеген, ешкім айтпаған, жол көрсетпеген, білмеймін, үйде біреу мысал ретінде бір нәрсе жаңаға айтып көрмеген дүние еді. Бұл өзің өзгер деген жол. Мінекей, Аллаға шүкір, сол 33 жасымда мен сол жолды таңдап, өзім өзгеру деген дүниені таңдағаныма әлі күнге дейін қуанамын. Себебі мен сол сәтте 30-40 миллион қарызым болып тұрса да, бай болуды, ақша табуды, кәсіп бастауды үйренбедім. Мен тек қана өзімді тәрбиелеуді үйрендім. Соның салдарынан, сол өзімді өзгертуімнің нәтижесі бүгінгі таңда Аллаға мыңда бір шүкір, өзім қалаған әдемі өмірді сүріп жатырмын. Елдер 5 баланың жалғыз басты анамын деп айтатын болса, мен нағыз мінекей дені сау, сондай бір керемет деген, бақытты, 5 баласы бар бақытты анамын деп айтам. Аллаға мыңда бір шүкір деймін. Бала бағудан қорқып жатады, бірақ ырзық Алладан екен, ұмытпауымыз керек. Сол нәрсенің барлығына тек қана ауызбен емес, соның барлығын жүрекпен сезетіндей, соның барлығын өміріме енгізген адамдардың бірімін. Сол адамдардың, бақытты адамдардың қатарынамын деп айта аламын. Сондықтан бүгінгі таңда жасы 40-қа келген, болмаса білмеймін қанша жаста болсаңыз да, ол адам өмірін қалай өзгертуге болады. Сол келінше қыз болсын, білмеймін, үлкен апамыз болсын, сіңіліміз болсын, ер азаматтар болсын, өмірін барлығы да өзгертуге болады. Ол жасқа, ол қандай да бір сенің статусыңа, болмаса қазіргі тығырыққа тіреліп тұрған жағдайыңа еш нәрсеге байланысты емес. Ол сенің таңдау еркіңде. Мына осы кім бар ғой, Виктор Франкл деген керемет психолог бар, психолог, мынау нені, логотерапияны жаңағы керемет жеткізген кісі ғой. Сол кісінің айтатыны бар, адам баласына дейді, барлық нәрсені тартып алуға болады, тек қана оның таңдау еркіндігін ешкім тартып ала алмайды дейді. Сондықтан менде басқа жол жоқ болды ғой, менде істейтін түкім қалмай қалды ғой, сондықтан вынуждена осыны істеп тұрмын ғой деген нәрсе жоқ, достар. Жақсылап тұрып отырып ойланып қарасаңыз, дәл қазіргі сіздің жағдайдың өзінде сізде бірнеше таңдау жолы бар. Аштан өліп қалмай, кәдімгі өмір сүру үшін бірнеше таңдау жол бар.
Бірақ қай жолды таңдайсыз, ол өз еркіңізде. Классикалық үйреніп қалған, елдің бәрі жүріп келе жатқан жолды таңдайсыз ба? Жоқ әлде соның ішінде бәленбай жолдың ішінде ерекше болып тұрған, аты да жаңағы заты да бейтаныс болып тұрған өзің өзгер деген жолды таңдайсыз ба? Ол өз еркіңізде. Менен сұрайтын болсаңыз, өзім өзгер деген жолды таңдаймын. Бітпейтін проблемама шаршап жатсың ба, қиналып кеттің ба, не істеріңді білмейсің ба, өмір қарыздан құтыламай жүресің ба, ақша бір зарплатадан бір зарплатаға жеткізе алмай, мынау рассрочка бір нәрсе дегенге кіріп кеттің ба, қандай жағдайда тұрсаң да өзің өзгер деген тамаша жол бар, достар. Енді мен осы өзің өзгер деген нәрсенің не екенін айта кетейін. Жалпы 33 жастағы адам үшін ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгертуге болатынын білмейтін, психологиядан хабары жоқ, психология деген бір психологиялық ауытқуы бар адамдар үшін ғана қажетті деп ойлайтын адам үшін әрине бұл өте кәдімгідей қиын, бейтаныс нәрсе болды. Мен енді соның ешқайсысына да қарамастан, менің сол кездегі өзім таңғалатыным, мен шынымен де бір жаңағы көп нәрсені білмегендігімнің маған өте пайдасы болғаны, мен тупа сұрақ қоймай айтылды ма, соны жасаппын. Мен не жасадым, достар? Енді мына кітаптың ішінде айтып кеткенмін, жазып кеткенмін, тапсырмасын бергенмін, мына күнделікте қалай жазу кереккен түсіндіргенмін. Одан қандай жақсы сөз айтамын деген кісілер үшін арнайы мына кітапты да жазып шықтым. Арман мақсат деген не, оған қалай жетесің дегендер үшін мінекей мына кітапты жаздық. Барлығында айттым, бірақ дегенмен де ауызбен, сөзбен айтқан бір бөлек. Осы жерде қысқаша айта кетейін. Жалпы мен не өзгерттім? Дәл қазір 40-та, 50-де, 30-да, 60-да, 70-де, 18-де отырған адам үшін қазіргі өміріңіз ұнамай тұрса, қалай өзгеруге болады? Достар, ең қарапайым және сіздің ғана қолыңыздан келетін дүние, ол не? Ол әрине ең бірінші мен айтар едім, аузыңдағы сөзіңді өзгерт. Қандай жағдайда тұрсаң да жақсы сөз сөйле. Сонымен қатар, менің айтып отырған дүниелерімді үнемі қағазға түртіп алып жазып отырыңыздар. Бұны былай айтқанда бір кәдімгі сабақтарда да айтамыз, дегенмен сабақта әрине жігімен бәрін бөліп қойып жеткіземіз ғой. Ал енді мен мына YouTube арнасында да жай бір әңгіме айтып отырған жоқпын. Бұл жерде де өте көптеген лайфхак деп айтайықшы, қазіргі неменен өте көптеген тамаша ақпараттар беріп жатырмын. Сондықтан не істейміз? Бұның әр қайсысын жазып отырыңыздар, түртіп отырыңыздар. Сондай-ақ оны өміріңізде пайдаланыңыз. Бүгінгі қоғамның үлкен проблемасы, менің кезімде 33 жасымдағы проблема, түк білмедім, ақпарат жоқ деп мен Англиядан сатып алдым, ағылшыннан, мен канадалықтан сатып алдым, мен белорусиялықтан сатып алдым сабақты, мысалға. Батыстың кітабын оқыдым, ал енді бүгінгі қоғамның проблемасы ақпараттың өте көптігі. Қазір қайсыңызды алып қарасаңыздар да, менің айтып отырған әңгімемді бәріңіз естіп қойған сіздер да, сондықтан білем. Мен оны сіз да білемін ғой дейсіз. Мына жерде бір нәрсе бар, білемін менен жасаймын, екеуінің арасында айырмашылық бар. Сіз ақпаратты жинап, мына мида білесіздер ғой, өзі флешка бар, память деген нәрсе бар да. Сол памятьте бәрі бар да, мен айтып отқанда бір жерден естігеніңіз фук сіздің есіңізге түсіп шығып атады да, мен білем дейсіз. Сөйтесіз да, не дейді, өзім білмеймін, білгеннің тілін алмаймын деген дертке шалдығасыз. Немесе я умная, но живу как дура деп Павел Раков айтушы еді, сол сияқты дүниеге тап боласыз да. Сондықтан, достар, пока сен оны кез келген ақпаратты өміріңде пайдаланбадың ба, күнделікті өміріңе әдет қылып сіңірмедің ба, білемін деп айтпа. Сен просто информационный мына жерде папкаға жинап атсың да, болды, ақпарат жеткілікті сенде. Бір күні не істейсің, бір күні кәдімгідей ақпараттық
депрессияға ұшырайтын боласың. Сол себепті сіздерге айтатыным, естідің бе? Жаса. Бұл мендегі өте бір тамаша, өзімді сол үшін қатты құрметтеймін. Тамаша дүние екен. Мен естіген нәрсені жасаймын. Жасап көрмейінше ол туралы айтпайды екем. Бүгінгі таңда кітапқа жазайын, сабақта айтайын, қандай дүниені болса да мен өмірімде қолданған дүниелер. Соның бірі жақсы сөз сөйлеу, достар. Қандай жағдайда тұрсаңыз да жақсы сөз сөйлеңіз. Менің миымда жатталып қалған дүние, мен қандай жағдайда тұрсам да жақсы сөз сөйледім, соның нәтижесін жеп келе жатыр. Екінші нәрсе, жақсы жарым ырыс деп қазақ айтып кеткен, иә? Не дейді? Жақсы сөз сөйле, періштең аумин деп қояды дейді. Оны былай енді бүгінгі ғылыми тілде айтатын болсақ, жалпы ғалам деген дүние бар, ғалам заңдылықтары бар, оның ішінде тартылыс заңдылығы бар. Сен бүгін әрбір аузыңнан шыққан сөзді егін деп есепте. Егін, болашағыңа егіп жатқан егін. Егін деген не болады? Бір күні әдемлеп тұрып, тамырын суғара берген сайын, сен күнде сол нәрсені жоқ, құрысын, ақша жоқ, өмір қиын, ойбай адамдар жаман дей берген сайын, не? Тамырын жайып жатыр, өміріңде сондай адамдарды кездестіріп жатсың. Қаласаң да, қаламасың да. Оған өміріңде кездесіп жатқан адамдар кінәлі емес. Сен өзің тартып жатсың. Дұрыс па? Сол сияқты ақша көп, баймын, әдемімін, өмір ғажап, өмір тамаша, адамдар керемет деп айта беріңізші, сол жақсы нәрсе болады. Айналайын бұл жақсы сөз сөйлеуден. Ешқандай зиян жоқ. Мына есіңізде болсын, адамның миы жалпы өтірік шын, керек емес, жақсы жаман, дұрыс емес деген дүниені ажырата алмайды. Сен ол миға, сен күн сайын нені қайталап жатсың, сол нәрсені сен түп санаға өткізіп жатсың. Мына санада битіп алып қараңыз, антенна деген нәрсе бар, иә? Бұл антенна не? Естисің, көресің, тыңдайсың, оқисың, айтасың, сол арқылы ақпаратты санаға өткізіп жатсың. Білесіздер бәріңіз, сана бар, түп сана бар, иә? Мен ғылыми түрде сіздерге бір ауыр не қылмайық, жалпақ тілмен түсіндіріп көрейін. Сол санаға сіңе берген, айта берген нәрсені түп сана қабылдап бір күні өтеді, мына жерде фильтрдан фук етіп өтеді. Жоқ, жаман құрсын, қиналып кеттім, шаршап кеттім, берекем кетті деген сөзді айта бересіз ба? Өтеді да, бұған осы керек екен. Дейді дағы не істейді? Сол нәрсені как будто ойлаңыз, мына ғаламда үлкен бір тайқазан бар деп ойлаңыз. Ол жерде сіздің аузыңыздан шыққан 100 рет шыққан нәрсе баратта тапсырыс, иә? Тапсырыс бердіңіз, сол жерден тапсырысты аласыз. Берген тапсырысыңызда. Сол сияқты не болады? Жақсы сөйлеңіз. Мысалға сіз ресторанда отырып, менюға қарап, маған қуырдақ деп тапсырыс бергеннен кейін сізге ол адам манталып келмейді ғой. Тура сол сияқты мына жерде жоқ, жаман, құрсын, береке жоқ, шаршадық, адамдар жаман деп отырған кезде сізге ақша аспаннан жаумайды, жақсылық аспаннан жаумайды. Айтып отырғаныңыздың барлығы негатив болса, соны аласыз. Сондықтан ешкімді кінәламаңыз. Енді мен жақсы сөз туралы жалпы түсіндірдім деп ойлаймын, түсінгісі келген адамға, ал енді қатты түсінбейді, ары қарай тереңірек білгіңіз келсе, мінекей мына жерде 777 жақсы сөз бар, аффирмация бар. Не үшін, қалай, барлығы түрнектесіне дейін түсіндірілген, достар. Сондықтан алып оқысаңыздар болады, төменде сілтеме бар, сілтемеге өтіп толық ақпарат ала бересіздер. Түсіндік қой, ең бірінші жақсы сөз сөйлейміз, аузыңдағы сөзіңді түзе. Жақсы сөз сөйле, айтатын жақсы сөзің болмаса, қандай жағдайда тұрсаң да үндеме. Менің түк сөз таппай қаласың, у меня слов нет деп атады ғой уже. Бүкіл жаман сөзін айтып атады ғой адамдар. Ондай сәтте мен не істеймін? Хайыр. Вот мен қатты қиналып, ашуланып, осы бар ғой, осы бүйтіп бір ұрғын кеп, страшный сөздерді айтқым келетін жағдай болады ғой. Менің айтатын өте ауыр сөзім деп жаңағы бір қиналғанда айтатын нәрсем бұл хайыры. Бітті, тұрам. Хайыры деймін. Мен сені жақсы көрем, Алланың нұры жаусын деймін да. Өзімді, өзім тілімді тістеп, сол сөзді айтып тұра береткем. Екінші нәрсе, достар, ойды өзгерту, Ойды өзгерту. Яғни,
ой деген нәрсе қайдан келеді? Сен өміріңде мына кітапты көрмеген болсаң, мысалға өміріңде кітап деген не екенін көрмесең, өміріңде мынандай бір телефон дегеннің не екенін көрмеген болсаң, саған қанша жерден түсіндіріп айтса да, сен телефон деген нәрсені елестете алмайсың. Мүлдем елестете алмайсың, иә? Сол себепті ой деген нәрсе сенің көргеніңнен, естігеніңнен, оқығаныңнан, әңгімелескеніңнен келетін дүние, иә? Сондықтан қандай да бір ойың жаңағы мына көңіл күйің түсіп, иә, мына жерде осы настроениең бұзылып, жаман болып осы тұрсаң, бірден басыңа бар. Мен не ойлап тұрмын деген сұраққа жауап бер. Сол кезде сенің ойыңда не тұрғанын білесің. Мына нәрсе тұр. Бұл нәрсе қайдан келді? Жаңа мен ютубтан ананы көрдім, я болмаса жаңа жұмыста осы туралы әңгіме айтып едік, сол ойымнан кетпей жатыр деген сияқты. Достар, қараңыздар, жалпы адамның өмірі өзгеру үшін сөзі дұрыс болу керек, ойы дұрыс болу керек, көңіл күйі дұрыс болу керек. Сол кезде әрекеті дұрыс болады, сонда нәтиже дұрыс болады, иә? Міне осы төртеуі бірге болу керек. Сондықтан сенің ойың міндетті түрде сөзіңе де, мына көңіл күйіңе де әсер етеді. Сенің сөзің жаман, аузыңнан шыққан жақсы болсын, жаман болсын, ол сенің ойыңа да әсер етеді, ол сенің көңіл күйіңе де әсер етеді. Осы үшеуі дұрыс болмай, адамның әрекеті дұрыс болмайды. Адамның көңіл күйі тамаша болып тұрғанда не істейсің? Тау қопарып жібере сақтайсың ғой, иә? Сол себепті міне бір адам өзгеру үшін оның ойы дұрыс болу керек, оның сөзі дұрыс болу керек, оның көңіл күйі дұрыс болу керек. Көңіл күйің дұрыс болған кезде сенің бойыңда күш, қуатың, энергияң тасып тұрады да, сен тамаша әрекеттер жасай бастайсың. Сондықтан менен сізге бір керемет лайфхак болсын. Осы алдағы 10 күн, 20 күн бойы көңіл күйіңізді міндетті түрде бақылауда ұстаңыз, міндетті түрде сөзіңізді бақылауда ұстаңыз, міндетті түрде ойыңызды бақылауда ұстаңыз, және де тамаша әрекет жасап жатқаныңызды өзіңізде көретін боласыз, иә? Мінекей, яғни жасы қаншаға келсе де, біз 40 жастағы деп бастаған едік қой, бірақ дегенмен де қанша жаста болғаныңыз маңызды емес. Ең маңыздысы міне өзіңізді қолға алып, осы 4 дүниені өзгерте алатын болсаңыз, сіздің өміріңіз өзгереді. Бұл үшін қазбалап бір арнайы маман іздеп келіп, тағы басқа нәрсенің қажеті жоқ. Қандай депрессияда, қандай тығырыққа тіреліп тұрсаңыз да, қаржылай ма, отбасылық па, жұмысыңызда ма, кәсіпте ма, тағы да не дейміз, денсаулықта ма, қандай жағдайменен тығырықта тіреліп тұрсаңыз да, сіз тек қана өзіңіз өзгеру арқылы, ойыңызды өзгерту арқылы бүкіл өміріңізді өзгерте аласыз, және де сол тіреліп тұрған тығырықтан шығатын жолда табатын боласыз. Ең бастысы өзіңді өзгерту деген нәрсе, бұл өмір бойы нәтижесін беретін тамаша жетістік, тамаша жеңіс, достар. Ендеше келіңіздер, бізбен бірге өзгеріңіздер. Қазіргі таңда тағы да естеріңізге сала кетемін. Мінекей менің қолымдағы біздің авторлық осы 4 кітапты сатып алған кісілерге біздің тамаша ұзақ мерзімді, 21 күндік сабағымыз бар, 65 күндік сабағымыз бар, 30 күндік сабағымыз бар. Сол сабақтардан осы 4 кітапты алған кісілерге сол сабақтардың ішінде біреу тегін беріліп жатыр. Қандай сабақ, қандай шарттармен екенін толық білу үшін төменде сілтемеге өтіңіздер, келіңіздер. 1 миллион қазақтың өзгеруіне себепкер болайық. Егер өзіңіз өзгеріп қойған адам болсаңыз, осындай тамаша сыйлықты өте қолжетімді бағаға сатып алып, тағы да біреудің өмірінің өзгеруіне себепкер болыңыздар. Баршаңызды құшақтадым, сүйдім. Әдемі өмір тілеймін.